Қайырлы күн, ұстап жатқан оразаларыңыз қабыл болсын. Ауызашарға арналған осындай дастархан бірге жаямыз. Соңына дейін видеоны көріп, қолдап лайк басып қойыңыздар, және де міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Күнделікті видеолар шығып тұратын болады. Ең алдымен тамағымыздан бастайық. Ұнның үстіне бір жұмыртқа және салқын судың үстіне бір шай қасық тұз қосып жақсылап араластырамыз, және оны ұнның үстіне құйып қамыр илейміз. Қамырымызды 5 минуттай июі жазылғанша, іртігі жазылғанша жақсылап илейміз. Кейін бетін жауып, жарты сағатқа демалуға қалдырып қоямыз. Жарты сағат өткеннен кейін қамырымызды тағы да жақсылап zuғалап аламыз. Кейін оны алып екіге бөлеміз, және әр бөлікті осындай майда бөліктерге бөліп шығамыз. Енді осы кішкентай бөліктердің барлығында zuғалап аламыз. Кішкентай zuғалаларымызды бөлек-бөлек қойып қоямыз да 10 минутқа демалуға қалдырамыз, үстін жауып, кейін салмамызды дайындаймыз. Бізде салмаға фарштың үстіне пияз, көк пияз, картошка қосып, укроп қосып, және дәміне қарай тұз бен бұрыш қосып, барлығын да жақсылап араластырып аламыз. Кейін нанымызды жаямыз. Нанымыз домалақ біркелкі болып шығу үшін бастапқыда осылай қолымызбен мұжып аламыз. Одан кейін барып оқтаумен жайып бастаймыз. Арасына жабысып жатса, ұрпақтан кішкене сеуіп отырып, жұқа етіп нанды жайып шығамыз. Жұқалау болғаны дұрыс. Кейін оның бетіне сұйық май құйып, фаршымызды осылайынан орналастырамыз. Бұл тағам дәл орама сияқты, бірақ оралуы кішкене басқаша, өте дастарханда әдемі көрінеді. Міндетті түрде осылайынан жасап көріңіздер. Оқтауымызға біздің қамырымызды орап аламыз. Екі шетінен ұстап тұрып ортаға қарай ығыстырамыз да оқтауымызды алып аламыз. Мінекей бізде сол кезде осындай болып шығады. Екі шетін кішкене қысып қоямыз. Мінекей өте жеңіл және де ерекше көрінеді. Тағы бір рет көрсетейін. Қамырымыздың үстіне май жағып, оның үстіне фаршымызды қоямыз. Кейін қамырды оқтауға ораймыз, және екі шетінен ұстап тұрып ортаға қарай ығыстырамыз, және оқтауымыз аламыз. Оқтау өте жеңіл алынады. Кейін екі шетін кішкене қысып қоямыз. Дайын. Өте әдемі және өте жеңіл дайындалатын орама. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Одан кейін мантаваркамызды майлап алып, осы орамаларымызды үстіне орналастырамыз. Және бетіне де кішкене сұйық май жағып қойғандарыңыз дұрыс. Енді 40 минут пісіреміз. Сол кезде біз бетіне подливасын дайындайық. Майдың үстіне пиязды салып қуырамыз. Кейін оның үстіне тәтті бұрыштарымызды қосып кішкене қуырамыз. Одан кейін помидор қосамыз. Жақсылап араластырып, кішкене қуырамыз. Кейін оның үстіне укропымызды қосып, оның үстіне бір дана сарымсақ қосамыз, және паприка мен тұз қосып, жақсылап араластырамыз да 10 минуттай баяу отқа қойып қоямыз. Осы аралықта біздің тамағымыз пісті. Мүлдем жабысқан жоқ, жыртылған жоқ. Тамақ әдемі болып пісті. Үстіне подливамызды орналастырамыз осылайынан.
Достар, міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіздер. Жеңіл, өте дастарханда әдемі көрінеді және дәмі деген өте күшті болып шығады. Подливасының өзі де өте дәмді. Кейін біз салатымызға кірісеміз. Бір дана қиярымызды алып, осылай соломка түрінде турап аламыз. Одан кейін 2 дана қызанағымызды алып, 4 бөлікке бөліп аламыз да, кейін ішкі жақтарын, жұмсақ жерін алып тастаймыз. Бұл салатқа бізге жұмсақ жер қажет емес, тек сыртын қолданамыз. Сыртын соломка түрінде турап аламыз. Одан кейін жұмыртқамызды да осылайынан 2-ге бөліп, соломка түрінде турап шығамыз. Келесі кезекте етімізді де соломка түрінде турап аламыз. Енді барлығын осындай шұңғылдау ыдысқа салып аламыз. Бұл жерде бізге картошка пай қажет, жаңағы туралған заттарды саламыз және горох саламыз. Барлығын үстіне 2 қасықтай майонез қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Бұл салат өте дәмді. Қонақтар келген кезде мен үнемі осы салатты жасаймын. Барлық адамдарға өте ұнайды. Жасап көріңіздер, және әдемі көрінеді, дәмі ерекше. Енді екінші салатымызға көшеміз. Екінші салатымызға да 1 дана қиярды алып, осылай соломка түрінде турап, бірден ыдысымызға салып отырамыз. Кейін маринадталған қиярды тураймыз соломка түрінде. Одан кейін тауықтың төс етін жіңішке етіп соломка түрінде турап шығамыз. Барлығында ыдысымызға салып, одан кейін 1 дана жұмыртқамызды да соломка түрінде турап қосамыз. Келесі 2 дана жұмыртқаны осылайынан 4 бөлікке бөліп, оны бөлек қалдырып қоямыз. Ол бізге қазір бетіне қоюға қажет болады. Және қызанағымызды осындай бөліктерге бөліп қойып қоямыз. Жаңағы салатымыздың үстіне кукуруза мен картошка пай қосып, майонез қосып, дәміне қарай тұз бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Келесі бізге осы салатқа лаваш қажет болады. Лавашты осылай домалақ етіп кесіп аламыз. Кейін осындай кепсердің ішіне салып, қызып тұрған майдың ішіне қойып, формасын келтіріп жақсылап қуырып аламыз. Жан жағын, бүкіл шетін және бетінде осылай аударып қуырып аламыз. Енді осы лаваштан жасалған корзинамыздың ішіне жаңағы дайындаған салатымызды саламыз және помидорымызбен жұмыртқамызды бетіне қоямыз. Осы салат өте әдемі көрінеді, дастарханның сәнін келтіреді, жеңіл дайындалады және өте тойымды салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, сіздерге бүгінгі менің дайындаған тағамдарым ұнады деп ойлаймын. Енді дастарханға барлығын орналастырайық. Осы жердегі тағамдардың барлығы пирог, пирожный, медовый пирожный 10 минутта пісетін. Және де булочкада барлығы да өзім қолдан пісірген тағамдар, барлығының рецептері осы каналымда бар. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Және де мені қолдап, осы видеома лайк басып, және де комментарийға өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Жылы лебіздеріңізді, пікірлеріңізді қалдыра кетсеңіздер болады. Барлығын оқимын, барлығыңызға жауап беремін. Соңына дейін менімен бірге болып көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын, оразаларыңыз қабыл болсын.